Амастар балар, қалдарың қалай? Балар, мынандай бір есеп қарастырайық. Фотоэлементтің цезийден жасалған катоды толқын ұзындығы 600 нанометр натрий шамының жарығымен жарықтандырылады. Цезий үшін фотоэффекттің қызыл шекарасы 650 нанометр болса, катодтан ұшып шығатын фотоэлектрондардың жылдамдығы қандай? Бұл енді балар фотоэффекті құбылысына арналған Эйнштейннің теңдеуін жазайық. Түскен жарықтың энергиясы H nu ол электронды ыршып шығаруға жұмсалады, және осы ыршып шыққан электронға кинетикалық энергия береді екен, ек. Бұл біздің бірінші теңдеу. Яғни балар, бұл Эйнштейн теңдеуі кванттық физикаға арналған энергияны сақталу заңы. Яғни түскен сәуле энергиясы жоғалмайды, ешқайда кетпейді. Ол қатты немесе сұйық дененің бетінен электронды ыршты шығару үшін жұмыс істейді, және осы шыққан электронға ары қарата кинетикалық энергия береді екен. Бұл энергияның сақталу заңы. Әрбір салада энергия сақталу заңы бар. Енді бұл жерде балар ньюді с бөлінген лямбда нөлі бойымен ашық қояйық, өйткені түскен жарықтың жиілігі жоқ. Енді шығару жұмысының формуласында толқын ұзындығы арқылы өрнектеп алайық балар. H көбейтілген с бөлінген лямбда максимум. Бұл түскен толқынның қызыл шекарасы, яғни фотоэффекті құбылысы байқалатын толқын, ең үлкен толқын ұзындығы шамасы. Енді 2-ні 3-ке қойық деп жазып қойық балар. 2 мен 3-ті бірге қоямыз. Сонымен балар H көбейтілген с бөлінген лямбда нөлевой тең болады H көбейтілген с бөлінген лямбда максимум плюс ек кинетикалық энергия формуласы. Енді осы жерден балар кинетикалық энергияны өрнектеп шығарып алайық. Ек тең болады H көбейтілген с бөлінген лямбда нөлевой минус H көбейтілген с бөлінген лямбда максимум. Ортақ бөлім келтіріп жіберейік балар. Сонда бізде H көбейтілген с жақшаның сыртына шығарып жіберейік. H көбейтілген с-ны алдымен одан кейін барып ортақ бөлім келтіреміз балар. 1 бөлінген лямбда нөлевой минус 1 бөлінген лямбда максимум болды. Бұл біздің 5-ші теңдеу. Енді асықпай ортақ бөлім келтіріп алайық. Ек тең болады H көбейтілген с жақшаның ішінде лямбда нөлевой ортақ бөлімі лямбда нөлевой көбейтілген лямбда максимум болады. Сонда бізде болады лямбда максимум алынған лямбда нөлевой болды балар. Бұл біздің 6-ші теңдеу. Енді кинетикалық энергияның формуласын 7-ші сыныптан таныс. Жылдамдыққа байланысты в квадрат бөлінген 2. Бұл жерде балар қатты немесе сұйық дененің бетінен электрон ұшып шығады. Сондықтан бұл электрон массасын аламыз балар. Электрон массасы екен. Осыны ұмытпайық. Осымен теңдіктің сол жағы тең болса, оң жағы да тең. В квадрат бөлінген 2 тең болады H көбейтілген с лямбда нөлевой көбейтілген лямбда максимум жақшаның ішінде лямбда максимум алынған өлшеміміз сол қойық лямбда нөлевой болды. Бұл біздің 8-ші теңдеу болды. Енді осы жерден в квадратта 1 тауып алайық балар. Сіздерге түсінікті болсын, в квадрат табу үшін 2 көбейтілген H көбейтілген с жақшаның ішінде лямбда максимум минус лямбда нөлевой жақшаны жауып тастайық. Бөлінген, енді массасына бөліп жіберетеміз. Лямбда нөлевой көбейтілген лямбда максимум. Бұл балалар сіздерге түсінікті болу үшін ғана. Енді бұны табу үшін осы шығарған өрнектің бәрін түбірасына ала саламыз. Ешқандай қиындық жоқ емне. Түбірасына ала саламыз. Сонымен 2 көбейтілген H көбейтілген с жақшаның ішінде лямбда минус лямбда максимум деп дұрыстап жазып қояйық балар. Қызыл шекарасы байқалатын ең үлкен толқын ұзындығы лямбда нөлевой көбейтілген лямбда нөлевой көбейтілген лямбда максимум. Түбірасына жауып тастайық балар. Бұл біздің 10-ші теңдеу болды. Енді орнына қойып есептеу ғана қалды. В тең болады 2
2 көбейтілген планк турасы мәнін білеміз. 6,63 10 минус 34 дәресі джоул көбейтілген секунд. Жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10-8 дәресі метр бөлінген секунд. 6,5 10 минус 7 дәресі метр. Алынған 6 10 минус 7 дәресі метр. Электрон массасы 9,1 10 минус 31 дәресі килограмм. 6,5 10 минус 7 дәресі метр көбейтілген 6 10 минус 7 дәресі метр. Түрдің астына алып қойық болар. Бәрін. Енді алдымен бірлігін шығарайық. Сонымен метр мен метр жақшан сыртына шығып қысқарсын, метр мен метр қысқарсын, секунд мен секунд қысқарсын. Бізде жол дегеніміз килограмм метр квадрат секунд квадрат. Килограмм мен килограмм қысқаратта метр квадрат секунд квадраттан метр секунд шығады. Сонымен бірлігі шықты балар. Метр бөлінген секунд. Енді дәрежесін шығарып көрейік балар. Минус 6 мен минус 7. Минус 7 нарда 1 минус 7 гәне қысқарады. Минус 7 қысқарсын. Әзірше біреу гәне қысқарсын. Сонымен минус 31-ге жетіні қосып 38, 38-ге 46, 46-тан 34 алса 12-ден 6 шығады. Сонымен дәрежесі 10-ның 6 дәрежесі шықты бала. 10-ның 6 дәрежесі шықты. Енді арғарда калькулятормен есептейтін болсақ, 200 арғарда шығарсалайық балар. Мәнін 237 10-ның 3 дәресі мына жерге сыймады балар. Мына жаққа жазып қойып, соны 0,237 шықты ғой сонда балар. Бізде шықты. Вот тең болады 0,237 10-ның 6 дәресі метр секунд тең болады 237 10-ның 3 дәресі метр бөлінген секунд. Метр бөлінген секунд шықты. Сонымен жауабы жазып қойып қалады. Жауабы вот тең болады 237 километр бөлінген секунд шықты. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар балалар.